Азия ойындары өтетін жерге ең алдымен каратешілеріміз аяқ басады. Берік Қасенов баптайтын қыз жігіттер байрақты бәсеке алдында Жапонияда осы спорттың тарихи отанында жаттығу өткізуді жоспарлап отыр. Бұл тәжірибе бұрыннан бар, яғни Олимпиада ойындары болсын, Азия ойындары болсын, қазақ каратешілері Жапонияның Юки қаласында әзірлік жүргізеді. Сол жердегі спортшылармен тәжірибе алмасып, бірлесе шеберлік шыңдайды. Бұл қос тарап арасында ұзақ жылдан бері келе жатқан тығыз қарым-қатынас пен ынтымақтастықтың арқасы. Айта кетейік, жылдың басты жарысы саналатын Азия ойындары биыл Жапон жерінде қыркүйектің соңы мен қазанның басында өтеді, ал нақты карате бойынша бәсекелер 21 және 24 қыркүйек аралығында болады. Біз теңіз деңгейінен жоғары орналасқанбыз ғой Қазақстан. Біз сол үшін сол жерге Японияға біздің федерациямен жалпы жұмыс жасалып, солардың қазір сол Юки қаласында сбор өтейін деп жатыр. Себебі адаптация дейді. Ертерек барып, балалар кішкене ертерек акклиматизация өтіп, адаптациясын өтіп, олимпиадалық қалашық ашылады. Соның 16-сы сол жерде боламыз. 19-ы бізде взвешка, 20-сы бастаймыз.